Сәлем достар, біз бүгін қамыры үлбіреген, бір-екі күн тұрса да қатпайтын, өте жұмсақ үй жағдайында пицца пісіретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Пиццаның қамырын дрожжевой қамыр етіп жасаймыз. Ол үшін ең алдымен апара қоямыз. Ыдысымызға кішкене жылы су құйып, бір үлкен қасық дрожжи, бір қасық толмаған құмшекер, 2-3 қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Шамамен 5-10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Дәл өстіп көтерілсе, апарамыз дайын деген сөз. Енді қамыр илеуге кірісеміз. Ыдысымызға 1 стакан жылы су, көтеріліп тұрған апарамызды, жұмыртқа, дәміне қарай қант, тұз және де сұйық майды қосып араластырамыз. Осы сұйық массаға ұнды шетінен қоса отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Достар, қамырдың толық рецептісі описание бөлімінде көрсетілген. Дайын болған қамырға кішкене сұйық май жағып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр дәл осылай көтерілген кезде кішкене бастырып қамырды жинаймыз. Қамырға кішкене ұн сеуіп, 3 бөлікке бөлеміз. Орташа 3 пицца жасауға болады. Үстелімізге ұн сеуіп, кішкене қамырды қолмен жайып, одан кейін оқтаумен жайсаңыздар болады. Асты жабысып қалмас үшін духовканың листына кішкене ұн сеуіп, қамырды листқа көшіреміз. Пиццаның бортиктарын дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаймын, бірақ бұл міндетті емес. Достар, менің парақшама тіркеліп, колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз қалаған соусты жағамыз. Менде бұл жерде кішкене томатная паста мен майонез. Және де өздеріңіз қалаған начинканы салып, пиццамызды духовкаға жібереміз. 10-15 минуттан кейін қамыры пісті деген кезде алып бетіне сыр себеміз. Максимум 1 минутқа духовкаға қайта саламыз. Мінекей достар, біздің қамыры қатпайтын, өте жұмсақ және де өте дәмді пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Тоғжан.